Облыстық кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты алғашқы жарты жылдықтың сот өкілдігін жүзеге асыру жұмысы жайлы көрсеткіштерді жариялады. Сот өндірісіне жыл басынан бері 22 қылмыстық іс түскен. Бұл өткен жылдың осы мерзіммен салыстырғанда 27%-ға көп. 10 іс бойынша 17 адамға үкім шығарылса, оның ішінде 22-сі кәмелетке толмағандар. Оқиға бойынша айтатын болсақ, 5 қаңтар 2021 жылы мынау Қызылорда қаласы Титов қыстағы мөлтек ауданында Жеркел Батыр көшесінде нөмірі 3-ші көпқабатты үй ауласында футбол алаңында Шаңқай мөлтек ауданымен және Титов мөлтек ауданының екі топ балалар кездесіп, нәтижесінде топтық төбелесі орын алған. Осы төбелес барысында кәмелетке толмаған сотталушы азаматша, кәмелетке толмаған жәбірленуші шының оң жақ сан және іш тұсынан бірнеше мәрте соққы жасап, нәтижесінде жәбірленушіға қасақана ауыр дене жарақатын салған. Сот үкіміне сәйкес Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 106 бабының 2 бөлігінің 7-11 тармақтарымен кәмелетке толмаған сотталушы кінәлі деп танылып, оған 6 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Қылмыстық кодексінің 63 бабына сәйкес тағайындалған жаза шартты деп саналып, оған сол тағайындалған жазаға 1 жыл мерзімге пробациялық бақылау белгіленді. Биылғы жылы Қызылорда облысының кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандардың ауданаралық сотында 2021 6 айының қорытындылау мақсатында қазіргі таңда осы қазіргі кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстық істер бойынша қаралу барысында осы қылмыстық істерге қатысты қаралып отырған биылғы шығарылған үкімдер бойынша жалпы 2021 жылдың 6 айында 10 іске қатысты 17 адам қатысты үкім шығарылған. 2021 жылы 6 айында 14 іске қатысты 19 адам үкім шығарылған. Оның ішіндегі шығарылған мына кәмелетке толмағандарға қатысты қозғайтын болсақ, 2021 жылдың 6 айында 12 кәмелетке толмағандарға қатысты үкім шығарылған. Ал былтыр 2020 жылы 6 айында 9 кәмелетті қазір 3 іске көбейгендігін көрсетіп отыр.